Сәлем достар. Семей геологиялық барлау колледжінің ресми YouTube каналына қош келдіңіздер. Бүгін бізде түлектермен подкаст бағдарламасы. Біз әрдайым біздің колледждің ең маңыздысы, ең құндысы ол біздің түлектеріміз деп айтып отырамыз. Бүгін бізде қонақта Роза Күлгенбаева. Біздің түлегіміз. Роза, қош келдің. Рахмет. Өзің туралы біраз айтып кетсең, қай жылы бітірдің, қандай мамандық бойынша, қазіргі таңда қайда жұмыс істеп жүрсің, сол туралы айта кетсең. Мен 2007 жылы түстім геологоразведочный колледжіне. Геофизика мамандығы бойынша 4 жыл оқып шықтық. 2011-де бітірдім. Бітіргеннен кейін бірден жұмыс таппадым, 1,5 жылдай жүріп қалдым. Сосын Алтын Алмаз компаниясына орналастым. Орналасқанда оператор ввода данных болып, ол кезде как раз компанияда цифровизация жүріп жатты. Сол кезде ERP системасының внедрениясы жүріп жатты. Сол жерге оператор ввода данных болып орналасып, содан бері 12 жыл бойы сол жерде жұмыс істеппін. Қазір ТО Ертай компаниясында жұмыс істеймін. Жұмыс істеп жатқаныма жарты жылдан асып қалды. Қазір мамандығым менеджер по разведке. Барлау жұмыстарын жүргіземіз. Ертай компаниясы 2011 жылдан бастап жұмыс істеп келе жатыр екен. Мыс өндіреді, мыс және алтын концентратын шығарады. 2 үлкен рудниктары бар. Павлодар облысында, Екібастұз аймағында Аяқоджан деген руднигі бар. Сол Аяқоджан кен орнының маңайында көптеген тағы кен орындары, площадьтары бар. Ол жерде олар барлау жұмыстарын жүргізеді, кен өндіру жұмыстарын жүргізеді. Және екінші үлкен объектісі ол Қосқұдық. Ол Қосқұдық Балқаш өңірінде орналасқан. Ол жерде алтын концентратын шығарады. Енді жұмысқа бітіресіп бармаған бір себебі қыз болған соң деп ойлаймын. Бір себебі қыз болған соң көп жерде сұраныстар ер адамға, жұмыстар олардың ауыр. Сол себепті көбіне қыздарды алмауға тырысады. Бірақ сонда да әйтеуір производствоға келген соң мен бірден геолог болып жұмыс істеп кеткен жоқпын. Оператор маманы болдым, сосын инженер по нормированию болып бірнеше жыл жұмыс істедім. Содан кейін барып геолог болып барлау отделына түстім. Разведочный участок дейді сол жерде. Ары қарай өзім геолог ретінде жұмысымды жалғастырдым. Негізі сен ойынша қыздарға, әйел адамдарға геология саласында орын бар ма негізі? Перспективалары, болашағы бар деп ойлаймын. Бірақ болашағы бар, өйткені қыздар более орысша айтқанда усидчивый келеді. Қыздар көбіне модельдер құрастырған кезде, геологиялық 3D модельдер құрастырғанда, база данных, геологиялық база данныхтармен жұмыс істеген кезде қыздардың жұмысы более жақсы деп айтуға болады. Жігіттер ол жағына қарағанда қара жұмысқа бейім, және жазуға келгенде, қандай да бір таблицалармен жұмыс істеген кезде олардың қабілеттері қыздарға қарағанда сәл төмендеу деп, енді өзімнің опытым бойынша айтайын, сәл төмендеу деп есептеймін. Ондай жұмыстарға қыздар жақсы. Қазір негізі бұрынғы уақыттарға қарағанда қыздар производствода қыздар көбірек деп ойлаймын. Өткен уақыттарда, мысалы, мен ең алғаш жұмысқа орналасқан кезде қыздар бірең сараң болып жүретінбіз. Қазір
участоктарға, производствоға барсаң, қыздарды көп көресің. Ол қуантатын жағдай деп ойлаймын. Жақсы. Сондықтан қыздарға қорықпау керек негізі. Қыздарға қорықпау керек, қорықпай, жұмысқа кірісіп, өздерін көрсетіп, енді ер адамның жұмысы болғандықпен бәрібір әйел адамның қолына әйел адам жүрген жерде порядок болады. Жақсы. Ана колледждегі уақыттарға қазір назар аударсақ, негізі колледжді қалай таңдадың? Кім себепкер болды? Қай себептен осы біздің колледжімізді таңдап, осындай мамандықты таңдадың? Біреуден естідің бе, қалай болды? Негізі мен геология саласына случайность дейді ғой, случайно түсіп қалдым. Кездейсоқ, иә. 9-шы сынып бітірер кезде сол уақытта 2007 жылы геологоразведочный колледж, және қазір де солай деп ойлаймын, аты шыққан перспективный гранттық орындары бар, балаларға условиялары жақсы, сондай білімі мықты, Семей бойынша мықты оқу орындарының бірі болып саналды. Соған қызығып, мен осында түстім. Түскенде біз ол кезде подготовительный курсы дейтін болатын, алдын ала даярлау курстар. Соған түсіп, ол жерде экзаменнан өтіп, бізге негізі ол курс сіздер өткеннен кейін экзамен тапсырасыздар деп тағы да айтқан сентябрь кезінде. Бірақ бізді сол курстың нәтижесімен, сол сертификаттармен сразу грант орындарына қабылдады. Біз өте қуанышты болдық, өйткені оқуды бітірмей жатып, 9-шы сыныпты бірден грантқа түсіп кеттік. Сол қуанышты жағдай болды. Негізі Семейдің мектебінен? Иә, негізі мен 21-ші мектепте оқыдым. Сол жерден түстім. Колледжге келгенде бірінші өзің қандай әсерде болдың, қандай? Мектептен кейін колледж маған біраз қиындау болып көрінді. Бірінші, екінші ай кәдімгідей ойладым. Мен ары қарай оқи алмайтын шығармын. Мен мектепке қайтып баратын шығармын деп ойладым. Себебі барлығы қатал деген қатты біраз строгий болды да. Мектептен бірден, біз енді баламыз ғой, бірден колледжға түскен кезде бұлардың правила, уақытылы келу, уақытылы сабақтарды тапсыру, сен жақсы оқиды екенсің, саған осындай баға қоямыз деген ондай жоқ болатын. Әр сабаққа әрдайым дайындықпен, күнделікті дайындықпен, сол бір жағынан бұл да жақсы деп ойлаймын, өйткені балаларды дисциплина тәрбиелейді. Кейін бұл жұмыста да үлкен өзінің үлесін қосады балаларға. Мұғалімдерден еске ала отырсақ, кімдер қатты есте қалған мұғалімдер? Бағалны қатал мұғалімдер болса? Қатал мұғалімдер. Негізі біздің кураторымыз Орал Айткенова болатын. Кәдімгідей бәрімізге қамқорлықпен, сондай қамқорлық білдіретін, әр баланың жағдайын бәрін қарастырып жүретін. Себебі бізде басқа облыстардан келген балалар болды. Оларды да қарап, сөйтіп поддержка дейді ғой, сондай поддержка беріп сөйтетін. Енді бұл бізге енді мектептен кейін үлкен сондай қамқорлық болды. Ал қалған мен өзім мынандай спортқа бейімім жоқ болды да. Физкультурадан қатты қиналатынмын. Нормативтер тапсыру, ондай бізде мектепте болмайтын ғой. Енді жақсы оқитын бала деп бағасын қойып бере салатын мектептерде. Мұнда кәдімгідей физкультура, нормативы. Мен нормативтен постоянно екі алатын. Мен ойлайтын, мен, наверное, из-за физкультуры оқудан шығарып жіберетін шығар. Содан әрине бірінші курс кезіндегі ең алғаш впечатление дейді ғой, сондай нелер болды. Кейін бәріне үйреніп кеттік, темпқа кірдік, сөйтіп 4 жылды оқып шықтық.
спецпредметтер дейді ғой, соларды айтатын Арнайы, болсақ, арнайы пәндер. Ол жерде Зәуре Шаймхановна бізге сабақ беретін, сабақтар өте қызықты болатын. Марат Орынбаевич, ол кісі марқұм болып кетті. Сол кісі бізге сейсморазведканы беретін өте жақсы мамандар деп айта аламын. Бізге көп производство жағында айтатын, целом оқуды да, материалдарды да түсінікті жақсы беретін. Иә, жақсы, мықты мұғалімдер болған. Сабақты негізі жақсы оқыдың, иә? Сабақты мен жақсы оқуға тырыстым деп айтайын. Біздің колледжде енді оқу озаты болған жоқпын. Кездесетін бірақ жақсы оқуға тырыстым. Ең менде шықпаған сабақ ол английский шығар. Английскийді әлі күнге дейін оқып жатырмын, бірақ әлі жетпедім. Ағылшын тобы болған жоқ біздің кезімізде ағылшын тобы болған жоқ. Бізде бірақ ағылшын тілі керек екен. Айгүл берді, Дариға Жомартовна берді. Сол, бірақ сонда да әлі оқып жатырмын. Жақсы. Колледждегі система, рейтингтік система, қалай қабылдадыңдар оны, басқа бір кружок, секция? Басында өте түсініксіз, әрі енді мектеп бітіргенде мектепте ондай болмайды ғой. Бірақ оқи келе қазір қарап отырсам, бұл рейтинг система дұрыс екен, себебі балаларда мотивация болады, оқуға деген, және де кружоктарға, секцияларға қатысқан бұл өте дұрыс. Жағынан балалардың денсаулықтарына жақсы әсер етеді. Енді жұмыс істегеннен кейін өсе келе біз уже көп қимылдамаймыз, бір орында отыра береміз. Бұл өте өзіміз барып, ақша төлеп, тренировкаларға барамыз, мысалы, тренерлар жалдаймыз. Бірақ жас кезде енді 9-шы класс бітірген бала, бұл 15-16 жастағы балалар ғой, оларды спортқа баулыған өте дұрыс. Және де басқа да. Бізде хор болды, өзім хорға қатыстым, карате секциясы болды, соған 2 жылдай қатыстым. Бір жағынан оның бәрі дұрыс, баланың басқа да қырларын ашады, балалар творчество жағынан тоже жақсы дамиды. Бұл да өмірде өте керек навыки дейді ғой, сол өте керек навыки деп ойлаймын. Сол өндірістік тәжірибе болғанда 3-ші курста қай компанияға жіберді сені? Қандай сол жақтан неменен үйрендің, қалай? Есінде бар ма ол, қалды ма? Әрине бар. Өндірістік тәжірибеде бізде үлкен крупный компаниялардың бірі Катко деген компания сол жылдары 2010 жылы балаларды жұмысқа қабылдап жатты. Бізден колледжден сол кезде бір 10 шақты балама, 7 шақты балама сол жерге жұмысқа орналасты, және бізді тестілеу арқылы рейтинг бойынша 2 баланы олар практикаға алып кетті. Сол ішінде мен де болдым. В целом производство, енді ол международный совместный предприятие болғаннан кейін, ол производствосы да бір бөлек, өте условиялары өте жақсы, сондай болды. Біз 45 күндей практика өткен шығармыз. Бізге сол 45 күннің ішінде геофизика, оларда каратаж, сол каратаждың бүкіл методтарын, және де бүкіл методтарын бәрін өмірде реалий қалай өткізіледі, соның бәрін көрсетіп, бравой участоктарға апарып, сол жерде көп тәжірибе алдық деп айта аламын. Және мамандар бізді студенттер деп менсінбей қойған жоқ. Кәдімгідей бізге қолымызға бүкіл керек материалдарымызды жинап, өздері барынша көмектесті. Өте жақсы, былайша айтқанда, впечатление қалдырды да өздеріне. Шетел компания болғандықтан да, иә? Шетел компаниясы абыройлы кішкене болып қайтқан шығарсың практикадан. Өте ұнады,
өзіміз ол жақтан жанып келді, осындай жерде жұмыс істесек деген арман пайда болды. Содан кейін 4-ші курсты бітірдік. Как раз біз бітірген жылдары, кажется, бір мировой кризис болды ма, в целом рынок біраз насыщенный болды ма, сол себепті мен ойлаймын, көбіміз біраз жүріп қалдық жұмыс іздеп. Бірақ қазір мамандар өте қажет, жұмыс орындары көп, үлкен біз аты на слуху дейді ғой, жүретін компаниялардан бөлек қазір Казминералс, RG Gold және тағы басқалардан, үлкен гиганттардан басқа қазір ұсақ компаниялар, недропользовательдарда өте көп, кішігірім ТО-лар, совместный предприятиялар. Қазір в целом Қазақстанға шет елдерден келіп жатқан инвестициялар көп. Сол себепті бізде қазір мамандарға өте сұраныс жақсы деп ойлаймын. Сол себепті қорықпау керек, оқу керек. Талаптану керек, ең бастысы білім мен талап. Негізі группаластармен 4 жыл бойы бірге оқып, бірге қиыншылықтардан өтіп, қазіргі таңда араласасыңдар ма? Араласып тұрамыз, бізде WhatsApp-та группа бар. Группамыз тып-тыныш болып тұрады, бірден шулап кетеді. Бізде Фариза деген группалас қызымыз бар, ол қазір осы геологоразведочный колледжда жұмыс істейді, геофизикадан сабақтарын береді. Сол группаласымыз көбінесе жазады, бізге колледжға осындай көмек керек деп. Көмектесіп жатқан кісілер де көп деп ойлаймын. Жалпы араласып тұрамыз, бір-бірімізбен көрісіп тұрамыз. Өткен жылы 15 жыл болды ма? 15 жыл, 10 жыл ма? 10 жылдыққа. Сол 10 жылдыққа жиналып, Семейде балалар көрісіп, колледжға келіп, өзіміздің кураторымызбен кездесіп, сондай кішігірім кездесу болды. Бірақ мен келе алмадым, жұмыс болып қалды. Группаластардан көбінесе осы геологияда жұмыс істей ме? Қалай? Көбінесе геологияда геолог болып ауысып кеткендер де бар. Басқа геофизик жолында да жүргендер бар, геофизик мамандары да көп. Сондай гидрогеологияда істеп жатқан балалар бар. Біраз кішкене профильдерін ауыстырғандар бар. Профильдерін ауыстырғандар бар. Ал енді өндірісте жүргенде біздің түлектеріміз енді жиі кездесетін шығар. Жиі кездесеміз. Негізі көбіне жұмысқа орналасқан кезде, өзіміз де жұмысқа балаларды қабылдаған кезде, оқу орнына барып, геологоразведочный колледж деп көрген кезде өзіміз, бұл маман жақсы маман болады деп. Протекция жасайсыңдар. Протекция негізі көбінде сондай жақсы впечатление бар колледж жайында. Сол себепті геологоразведочный колледждің берген білімдері мықты деп өзім ойлаймын. И көп сондай в таком же мнении, да, можно сказать. Сол себепті Рахмет. И көп жерде геологтар мамандары осы геологоразведочный колледждің түлектері. Оларды бәр жерде, бүкіл производствода, шет елде де кездестіруге болады. СГК деп айғайлап қалсын. Атып шығады. Негізі колледждің өміріндегі ең бір бөлігі оқу полигоны. Оқу полигоны. Оқу полигондары. Қандай естелігің бар, қандай өзінің не айта аласың? Негізі оқу полигоны бұл өте жақсы ұйымдастырылған деп ойлаймын. Себебі бұл балаларды арасында, мұғалімдер арасында, және бала мен мұғалім, және балалар, группалар өзара бәрі бір жерде 10 күн шамасында, полевых условиях. Бұл өте балаларды өзара сплочает дейді ғой. Сол жақсы қарым-қатынас пайда болады. И бір жағынан дисциплина,
бір жағынан денсаулық, себебі біз таңертең тұратынбыз, бізді жүгіртетін. Таңертең как положено завтрак, сосын обед, ужин, олардың арасында практикалық жұмыстар. Бұл бір жағынан бала кейін производствода не істейді, соның бәрін өзі көзімен көріп, қолымен ұстап, сөйтіп тәжірибе жинақтайды да. Екінші жағынан бұл балалар арасында жақсы қарым-қатынастар орнатуға көмектеседі. Бұл жерде балалар енді жақсы опыт алады деп ойлаймын. Бұндай практика тек геологоразведочный колледжда ғана бар шығар. Мен басқа оқу орындарында сондай практикалар болады дегенді естімеппін. Негізі солай шығар, иә? Мен де естімеппін. Қыз болып қандай қиыншылықтармен? Қиыншылықтар енді ол полевой условие болғандықтан, ол жерде енді гигиена жағы, душ, су. Сол общага, общий общага, жатақханалар бірнелі. Ол менің мамандығым деген ой болып келген жоқ қой ол кезде? Полигонды бірінші рет көрген. Ол кезде әлі келген жоқ. Әйтеуір осыны өтіп шықсам болды деген цель. Шыдау керек деп. Шыдау керек деп өтіп шықтым. Бір жағынан қызықты да, лагерь сияқты кішігірім. Бірақ сәл условиялары полевой деп. Полевойға жақындау, кішкене қиындау, иә? Иә, маршрутта жүрдік. Біз геофизик болған кез болдық қой, сол себепті магниторазведка жасадық, гравиразведка, оларды кәдімгідей қолмен обработка жасадық данныйларын. Сол данныйлар бойынша қандай да бір структураларды сызып көруге тырыстық. Енді оның бәрі үлкен тәжірибе және жақсы опыт деп ойлаймын әр балаға. Қазір қандай жағдайда екенін білмеймін, бірақ біздің кезімізде солай болды. Келіңдер көріңдер. Қазір де солай бәрі. Қазір де солай. Негізі, Роза, біз колледжге жай қонаққа келіп отырған жоқсың, иә? Қазір үлкен бір миссиямен келіп отырсың, сол туралы айтып кетсең, қандай жұмыстармен, қандай мақсатпен? Негізі бұл өте жақсы проект деп ойлаймын. Sequent компаниясы геология барлау біздің колледжімізға тегін 25 лицензия беріп отыр. Балалар оқысын деп, практикада жұмыс істесін деп. Біздің компания, Туертай компаниясы, бұл Sequentке келісім шарт жасасып, өзара біз онда оқытуға өзіміздің септігімізді тигізейік деп мені жіберіп отыр. Тренер ретінде. Тренер ретінде, иә. Бұл үлкен бастама деп ойлаймын. Ертай және Sequent былайша айтқанда коллаборация. Балаларды оқытуға үлкен үлесін қосып жатыр. Мен оған өте ризамын. Иә. Және алғысымды білдіргім келеді. Компаниясына үлкен алғыс, иә. Осы мүмкіндікті пайдаланып айта кетейін, иә. Өйткені бағдарламаның негізі нарықтағы бағалары қымбат. Колледждің оған шамасы біраз келмей қалғанда бізге қолдау көрсетіп, осы 25 лицензия алып бергендері үлкен үлес деп ойлаймын. Өйткені біз келешектегі мамандар енді сол программаны меңгеріп, біліп шықса, осы өндірістегі біздің серіктестерімізге үлкен не болады деп ойлаймын. Көмек, уже дайын маман болып келсе, программаны біліп, онда жұмыс істеуді біле келсе, ол үлкен мүмкіндік. Мұғалімдерге сосын 3-4 курс. 3-4 курс студенттеріне, курс сертифицированный болды. Бұл сертификаттарды кейін олар жұмыс орындарында өздері көрсете алады. Резюмелеріне қосалады. Резюмелеріне үлкен плюс. Және де бұл программа көп производстволарда қолданылады. Сол себепті
балалар біліп барғаны өте үлкен плюс деп ойлаймын өздеріне. Себебі біз өзіміз жұмысқа орналасқан кезде ол 3D бағдарламалар енді дамып жатты. Біз бастамасында болдық деп айта аламын. Соны бәрін уже жұмыс істеп жүргенде үйрендік. Алып кеткендер алып кетті. Енді әлі де геологтар бар, которые 3D-да жұмыс істемейтіндер бар. Сол себепті бұл колледжда, оқу орнында бұндай программаларды үйрену бұл үлкен өздеріне плюс деп ойлаймын. Үлкен мүмкіндік. Студенттеріміз туралы, қазіргі студенттеріміз туралы не айта аласың? Қандай? 4-ші курс студенттері өте мықты мамандар болады деп сенемін. Олардың арасында келешек главный геолог предприятия, ресурсный геологтар, үлкен мамандар отыр. Мен оны көзбен көрдім. Осы 3 күн, 1 апта аралығында курс жүргізген кезде тек қана алға деп айтқым келеді. Сол сәттілік дегім келеді жұмыстарына. Өте алғыр балалар. Келешегіміз бар. Келешегі өте жарқын деп айтсам болады. 3-ші курс студенттері енді бұлар әлі производственный практикада болған жоқ. Енді біраз тәжірибелері аздау, бірақ сонда да оларда қалыспады. Өте жақсы жұмыс істеді. Көбі модельдер құрастырды, түсініктері пайда болды. Мен ойлаймын, бұлар өте алып кетеді деп. Рахмет. Енді негізі біздің каналымыз, осы подкастымыз біздің студенттерге арналған. Сіздердің өмірбаяндар, осы колледждегі өмірлерін туралы естіп, өздерінен де біраз сабақ алып дегендей. Сондықтан осы біздің студенттерімізге, түлектерімізге, мұғалімдерімізге қандай тілегін болса, қандай сөздер болса, соны айтып кетсең. Мен негізі үлкен алғыс айтқым келеді. Өзіміз осы колледжден шыққаннан кейін біз жақсы оқу орны деп ойлаймын. Жақсы түлектер шығарып жатыр. Геолого-разведочный колледждің түлектерін бүкіл производствода кездестіруге болады. Бұлар жай ғана для галочки, жай оқу орнын бітіре салып, басқа мамандыққа кетіп қалып, ондай емес, тек осы целенаправленно келеді бұл жерге. Өте осындай мықты мамандар дайындайтын Қазақстанның бірегей оқу орындары деп санаймын. Сіздерге үлкен алғыс айтқым келеді. Біз енді қазір уже жас мамандарды жұмысқа алған кезде олардың білімі және де тәжірибесі соған қараймыз. И геолого-разведочный колледж деген кезде біз өзіміз қуанып қаламыз. Сіздерге үлкен алғыс, жұмыстарыңызға сәттілік. Студенттерге тек қана алға, оқуларыңызды жалғастырыңыздар, жақсы оқыңыздар. Колледж сіздерге үлкен мүмкіндіктер ашып жатыр, кейін үлкен маман болуға септігін тигізіп жатыр. Сол себепті тек қана алға деп айтқым келеді. Сол. Рахмет, Роза. Осы интервью бергенге рахмет. Келіп, уақытыңды бөлген үшін рахмет. Осылай келіп тұрыңдар. Біз әрдайым сендерді колледждің ішінде көруге қуанамыз. Сендердің жетістіктеріңмен мақтанамыз. Тек қана алға үлкен биіктерге жете беріңдер. Осылай үлкен мықты маман болуға тілектеспіз. Рахмет, Роза. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.